Бәріне сәлем, сіздермен бірге көз айым. Және де бүгінгі біздің рубрикамызда Астана IT университеті ең бірінші кіреберісте бізде атриум орналасқан. Бұл жерде студенттер демалып, өз жұмыстарымен айналыса алады. Ең бірінші ол бізде атриумда орналасқан осындай үлкен телевизор. Бұл жерде университетіміздің ең маңызды жаңалықтары шығып тұрады. Екінші ол бізде атриумда орналасқан кофейнямыз. Қазір видеоның барысында байқайсыздар, біздің университетімізде кофейнялар өте көп. Біздің университетіміздің ішіндегі кофейнялардың менюлары ерекше. Байқағандарыңыздай слезы студентов, слезы сотрудников дегенде біздің напитоктарымыз бар. Бұл біздің университетіміздің коворкинг бөлімі. Бұл жерге кіруге бүкіл студенттерге мүмкіндік жоқ, себебі бұл жерде арнайы проекттерді, стартаптармен айналысып жүрген студенттерге ғана кіруге болады. Бұл біздің университетіміздің ресерч және инновациялық центрі. Бұл жерге де өкінішке орай біз кіре алмаймыз, себебі ішінде көптеген жаңа проекттер, жаңа инновациялар разрабатываться етіліп жатыр. Тек сырттай ғана осылай қарай аламыз. Ішінде кабинеттер саны өте көп, және де тек стаф мүшелеріне ғана доступ бар. Коворкингіміздің келесі бөлшегі бізде Атамекен Space деп аталады. Бұл жер арнайы семинарлар, тренингтар өткізуге арналған. Ішін бірге көрейік. Бұл бізде кішігірім зал. Ішінде өз саласының алдыңғы қатарларында келе жатырған специалистерден көптеген семинарлар, мастер-класстар, тренингтар өтеді. Студенттердің ыңғайлығы үшін көптеген осындай жабдықтармен қамтылған. Бұл бізде Enactus кабинеті. Enactus программасында болған студенттеріміз осы жерге кіріп, өз проекттермен, өз дамулармен айналыса алады. Бұл бізде арнайы проекттермен айналысып отырған студенттеріміз, және де олардың арнайы переговор жүргізулеріне арналған осындай арнайы кабинеттер бар. Іші де толық техникамен жабдықталған, яғни ішіндегі дауыс сыртқа естілмейді. Ішін қарасақ болады, емес екен. Келесі бөлім бұл бізде джим. Бұл бізде қыздар мен ұлдардың спорт залы бәрі бірге. Мына жерде қыздардың киім ауыстыратын бөлмесі, бұл бізде ұлдардың келесі бөлім киінетін бөлмелері. Ары қарай жүретін болсақ, бұл жерде ұлдар мен қыздар жайбарақат өздерінің спорттарымен айналыса алады. Яғни осындай теннисный столиктар, тренажерный аппараттар бәрі бар. Бұл бізде спорт алаңы. Университетіміз IT университеті болған соң, спорт алаңымыздың тематикасы да IT стилінде, яғни Cyber Arena деп аталады. Келесі бұл бізде кітапхана. Кітапханамызды шолуға болмайды. Кітапхананың іші өте үлкен, және де сабақ оқуға, өзіміздің сабақтарымызды жасауға көптеген ыңғайлы орындар, буфеттар қарастырылған. Оны барып бірге көрейік. Бұл бізде студенттердің ең сүйікті университетіміздің парктарының бірі асхана. Өте дәмді тамақтар жасайды, көптеген десерттер, өте дәмді тамақтар бар, және де барлығы өте төмен бағада. Келесі бізде обзорда Engineering Labs. Бұл жерде біз инженерияда оқитын студенттеріміз көбінесе жүреді. Көптеген сондай бір қиын жабдықтармен қамтылған. Қазір ішінде не бар екен бірге қарайық. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night.
Біздің университетіміздің серіктестік орнатқан көптеген мекемелері бар. Huawei, Kaspersky, Cisco, Samsung секілді. Бұл бөлшек тек сол компанияларға арналған, яғни кабинеттеріміздің өзі сол компаниялардың атына ашылған. Бұл бөлікте бізде кипиш болып жатыр, себебі съемкалар болып жатыр, ректормен сұхбат. Университетіміздің медиа бөлімі бұл жерде көптеген интервью сияқты нәрселеріміз осы жерде өтеді. Және де медиа технология мамандығына және цифровая журналистикада оқитын студенттеріміз осы жерде өздерінің сабақтарын өтеді. Қарасаңыздар болады, бұл жерде тығыз жұмыс жүріп жатыр. Біздің университетіміздің әр студентінде өзінің жеке шкафчигі бар. Өздерінің қойылған парольдарымен ішінде заттарын сақтай алады. Бұл университетіміздің ең үлкен залдарының бірі мәжіліс залы. Бұл жерде іште қазір конференция жүріп жатыр. Сол себепті қатты сөйлей алмаймыз. Не болып жатырғанын көрейік. Келесі бұл бізде open space. Бұл жерде студенттер өздерінің сабақтарын жасап, немесе жай ғана сөйлесіп, демалып отыра алады. Бұл бізде студенттердің кабинеттерінің бірі. Қазір қарасаңыздар, емтихан болып жатырған сияқты. Бұл бізде электроника кабинеті, студенттер өздерінің мини-проекттермен айналысып отыр. Көптеген техника, жабдықтары бар. Мынаны қарасаңыздар, уже мини бір кішігірім проект. Егер бұйыртса, қоғамды өзгертетін осындай кішігірім проекттер, осындай кішкентай кабинеттерден басталады. Біздің университетімізде аудиториялар өте көп. Бұл олардың бірі. Өте көп адамға арнайы жасалған және де ең жаңа техникалармен қамтылған. Дәл қазір біз студенттердің робототехникасымен айналысатын лабораториясындамыз. Бұл жерде студенттер өздерінің жаңа инновациялық нәрселермен айналысады. Көріп тұрғандарыңыздай өте күрделі аппаратуралар және техникалар орналасқан. Міне олардың проекттерінің бірі, қарасаңыздар, уже на стадии разработки. Осымен біздің видео обзорымыз бітті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.